Адамдармен байланыс орнатуда бірнеше деңгей болады, оны дұрыс пайдалана білу керек. Ол қарабайыр деңгей. Қарабайыр деңгей сөзге жоқ, әңгімеге жоқ адамдар қолданады, яғни я жоқ, я немесе жоқ деген сияқты артық сөзі жоқ адамдар қолданады. Екінші деңгей ол манипуляциялық деңгей. Манипуляция дегеніміз, яғни басқару. Манипуляциялық деңгейді көбінесе менеджерлер, бастықтар, өзінің қол астында қызметкерлерде қолданады, немесе дипломаттар келіссөз жүргізгенде қолданады, не көбінесе ер мен әйел бір-біріне қолданып жатады. Іскерлік деңгейде адамдар бір-бірінің мінезін, бір-бірінің жасын, өмірлік көзқарастарын, өмірлік ұстанымдарын білу арқылы соған назар аударып байланыс орнатады. Іскерлік деңгейді